Енді қол қойылымына келетін болсақ, ең бастысы бізде саусақтың ұшымен ойнаймыз, яғни подушка дейді ғой. Бұл жерде бір ескере кететін жайт, мысалы тырнақ толығымен алу керек, тырнақ алынбаса бізде мысалы мына неге шектерге тиіп отырады да, содан кейін дыбыс сапасына әсер етеді. Сол үшін біз дыбысты, яғни шекті басу арқылы күшпен аламыз. Ол күш мына саусақтың ұшымен алынады. Мысалы, төмен басқап шертіп қаламыз. Мына жермен болмайды, яғни саусақтың ортаңғы жағымен, өзіне қарата болмайды, онда дыбыс әлсіз болады. Көбіне мына саусақтың ұшымен төмен қарата итеріп барып тартып қаламыз. Және тартқаған кезде былай жоғары көтермейміз. Бұл бір деңгейде болады. Күшпен тартып қаламыз, әрбір саусақты. Яғни, мына мен көріп тұрсыздар ғой, мында із қалып қалады сонда. Осылай тартамыз. Яғни кез келген саусақты. Бұл өте маңызды, себебі осы дыбыс алу сапасы нашар болса, кез келген шығарманы бізде дұрыс орындалмайды, дұрыс естілмейді. Мына бас бармақпен алған кезде қалай аламыз деп жатады. Бас бармақ көбіне қарама-қарсы орналасқан, 4 саусағымыз қарама-қарсы орналасқан. Сондықтан да бас бармақты осылай орындалады. Бұлай емес, не болмаса іліп алмайсыздар, мына ол да ұшымен, саусақтың ұшымен өзіне қарата, яғни алақанға қарата. Мыналар төмен қарата, шекті төмен басасыздар. Көрдіңіздер ме? Таза шығу керек. Бұлай көтеруге болмайды. Және ұстаған кезде мұнау алақан жұмылы тұрады да, бұлай болмайды. Кейбіреу бұлай ойнап жатады. Не болмаса бұлай ашып жатады. Көбіне домалақ. Кәдімгі фортепиано орындаған кезде де орындайды ғой, тура солай сияқты. Қойылып тұрады, бір деңгейде тұрады. Қалғандары саусақтар күшпен алып отырады. Тура сол сияқты, сол қолда да тура, ешқандай айырмашылық жоқ. Мына жақта мына до нотасы, міне, до төменгі. Яғни бұлда төмен қарата, өзіне қарата тартып қаламыз. Бұлай тартпаймыз, мынандай ілу деген жоқ. Кез келген нотаны ойнауға болады. Негізі саусақ қойылымы осындай. Яғни, бір-бірімен өте жақын орналаспау керек. Тағы да бір ережесі, көбіне алшақ. Көбісі бұлай орындап жатады, параллельні. Ол да дұрыс емес. Яғни, қол бұлай қиғаш болу керек. Шынтақта бұлай сүйір қиғаштау болу керек. Мына жақта бір-біріне параллель емес, қарама-қарсы осылай тұру керек. Көбісі бұлай ойнап жатады екен. Бұлай. Ол да дұрыс емес. Бұлай емес, сәл бұлай. Сонда әдемі көрінеді бір жағынан, және дыбыс сапасына да әсер етеді. Бұны өте маңызды, жетіген аспабын үйренген кезде міндетті түрде осыны еске салу керек. Ұстаздар, жаңа үйреткен ұстаздар болса, оқушылардың естеріне салып отыру керек. Себебі ол әдетке айналып кетеді де бітті, содан кейін оны түзету өте қиын болады. Сол үшін осы сабақ өте маңызды деп қараңыздар. Енді кейінгі сабақтарда қазір жаттығуларды үйренеміз. Осы сабақты еске ала отырып жалғастырамыз.